Неге пенсия мәселесі бізді қазірден бастап алаңдату керек? 1998 жылдың зейнетақы реформасынан бастап біздің зейнетақымыз 3 бөліктен тұрады. Біріншісі ынтымақты зейнетақы, солидарная пенсия немесе советская пенсия деп те атайды. Оған 1998 жылдың 1 қаңтарына дейін кем дегенде жарты жыл жұмыс өтілі бар адамдар ғана үміттенеледі. Менің ондай стажым жоқ, сондықтан менің пенсиям 2 бөліктен тұрады. Біріншісі НПФ-та, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында жиналған менің жинақтарым, оны шартты түрде 15 жылға бөліп береді. Егер менің НПФ-та жинаған ақшам аз болатын болса, қай уақытқа дейін жетеді, сол уақытқа дейін ғана мен алам. Одан кейінгі менің пенсияның 3-ші бөлігі базалық зейнетақы. Базалық зейнетақының биылғы мөлшері 35 мыңнан 60 мың шамасында. Енді ойлап қараңызшы, бір айға осы ақша жете ме өмір сүруге? Сондықтан қазір біз деніміз сау, жұмысқа қабілетті, бәсекеге қабілетті 1-2-3 жұмыста жұмыс істей алатын кезімізде қарттығымызды қамтамасыз етіп алуымыз керек. Өйткені Абай атамыз айтпақшы, үнемі тұрмас осы шақ, қуаты кетер дененің деп, қолымызды мезгілінен кеш сермедім демей, бүгіннен бастап тым болмаса 500 теңгеден 1000 теңгеден болашағымызға жинап, болашағымызды кепілді түрде қамтамасыз етейік. Өзіміздің болашағымыздың болашағын. Қалай оны істеймін десеңіздер, маған жазыңыздар. Консультация тегін.